кінәлілерді табыңдар, Ербаянды ұрған екені. Тахир Халилназаров айтып отыр, бір құлағаннан баста сонша травма болуы мүмкін емес. Қазір ғана ұлттық баспасөз орталығында Ербаян Мұхтардың ата-анасының қатысуымен баспасөз конференциясы аяқталды. Әкесінің айтуынша, германиялық дәрігерлер Ербаянның 80-85%-ға өз аяғына тұрып кетуге мүмкіндігі бар екенін айтыпты. Қазір Ербаян Мұхтарға 200 миллионнан аса қаржы жиналған. Алайда ол қаржының тең жартысы Ербаянды Германияға алып бару жолына ғана жұмсалуы мүмкін. Бізге жаңағы жол мәселесі жеткізіп беруді өтініп сұрадым. Жаңағы Инга ханым айтқандай, егерде өзіміз перелетқа ақша шығаратын болсақ, жаңағы халықтың жинап берген ақшасы жартысы жаңа перелетқа кетіп қалайын деп тұр. Сосын анжаққа барсақ, еміміз до конца ала алмай қаламыз. Сонымен қатар қорғаушы Инга Иманбай Ербаянның өзі дәретханаға құлап, жарақат алғанына сенбейді. Дина Төлепбергенге мен Тахир Халилназаровтың берген сұхбатын көрдім. Ол бір соңғы медициналық сараптама болмаса да, сарапшы айтып отыр. Бір құлағаннан, ер азамат өзінің бойынан өзі құлағаннан баста сонша травма болуы мүмкін емес. Жалпы Ербаян алғаш ауруханаға түскенде жағдайы жақсы болған, тіпті палатаға да шығару жоспарланыпты. Алайда госпитальға ауыстырған соң жағдайы күрт нашарлап, комадан бірақ шыққан. Екінші күні азанда тұрып алып, жаңағы Оспанбеков, Дағдәулет Оспанбеков, жаңағы Камбрик дейді ғой, командир бригады. Соған звондап айтқан ғой. Кінәлілерді табыңдар, Ербаянды ұрған екені, кажется. Содан кейін, сол күн емес, 2 күннен кейін бе, 3 күннен кейін кешке жақын 6 мен 7-нің арасында баланы госпитальге ауыстыру керек болып кетті, оларды алып кетті. Госпитальге алып барды, как раз ол күні пятница күні болатын. Пятница күні білесіздер, сағат 5-6-тан кейін ешқандай врач та болмайды, только ответственныйлар ғана қалады. Сол күні алып кетіп отыр ғой, олардың алып кеткен. Енді біздің ойымыз, менің лично өзімнің ойым, олар алып кетіп, военный госпитальге алып барып, жаңағы понедельник күні уже келіншегім барғанша уже балаға операция жасап саған. Оны операция жасады ма, или миына бірдеңе құйып жерді ма, бір неше түрлі қазір нелер бар ғой өзі. Сондай бірдеңе істеп тастады ма деп өзіміз жауап қоямыз. Бірақ мына сұраққа әлі жауап алмадым. Больница мен госпитальдің арасындағы мен айтам, егерде ол сондай ауру болып тұрса, 12-й больница неге жібердіңдер? Ол ауру адам ғой әлі, до конца біткен жоқ. Военный арасы бір где-то 10 километр болды. Сол Алматының шеті ғой, ортасынан шетіне апарып. Соны жауап беріп едім, 12-ші больницаның зам главврачы, жаңа Алия кім еді, Тұрарында еді, сол кісінің кабинет, жаңа видеода барлығында бар, астарлы ақиқат түсірген. Сол кісі барып сұраған кезде, мен сол кезде де қойдым, неге? Сонда ол кісілердің жауап бергені маған айтты, Хамит аға, сіз өзіңіз көрдіңіз ғой, бізде бала қандай болып жатты? Жауап беріп жатты, иә, олар сондай дәрежеге жеткізді, олар палатаға шығарамыз деп дайындап жатқан негізі. Палатаға шығарамыз, уже отдельно палата береміз, мамасы қасында жатады, или сіз жатасыздар деген, олар сондай келісімге келіп отырғанымыз негізі. Ербаянның әкесі әлақ баласының жазылып, өз аузынан барлық шындықты естеміз дейді. Ербаянның отбасы қаражат жинап берген қазақстандықтарға ақжарма алғысын айтты. Ал жұртшылық осы қаражат тек ем үшін емес, әскер саласындағы үлкен реформаға үн қатқандай. Дулат Абдраманов, Сапарғали Қанат, арнайы QR News үшін.